Сәлем достар, сіздермен бірге мен Назитока арнасы. Бүгінгі видеоменде Халық келіннің екінші бөлімі болатын болады. Бұл видео сіздерге өте қызықты болатынына сенімдімін. Арнама тіркеліп лайк басып, тіркеліп, қолдап, пікір қалдырып кетіңіздер. Мен үшін сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Және де егер де үшінші бөлімі тезірек шыққанын қаласаңыздар, онда осы мен қалауымды орнаңыздар. Және де менің инстаграм парақшама тіркеліп алыңыздар. Инстаграм, телеграм, тикток парақшаларының барлық ссылкасын қалдырып кететін боламын. Обязательно тіркеліп, маған деген қолдауларыңыз өте маңызды. Ендеше достар, біз сериалымызды бастаймыз. Мына елен қашан тұрады ұйқысынан? Мен деген баяғыда келін болып түскен кезімде ерте тұрғызып алатын еді. Таңғы 5-те оятып алушы еді. Мен дейтін, бар ұрсып тұрғызып алмасам, қазір барын үйретпесем, келін, тұрсаңшы ұйқыңнан. Түске дейін ұйықтайсың ба? Не болды абысын? Сонша бақырып, мінезіңізді үйтіп көрсетпеңіз маған. Неме, сізде ғана мінез бар деп ойлайсыз ба? Менде де мінез бар, Құдайға шүкір. Басымды ауыртпаңыз. Менің ұйқым қанбаса, көңіл-күйім жоқ, настроением болмай, ауырып қалам. Ол менің ұйқымның қануы менің күнімнің жақсы өтуіне байланысты. Сол себептен үйтіп құтырмаңыз. Әлі сағат таңғы 6. Сіз маған үйтіп дауыс көтеруші болмаңыз. Мен сағат таңғы 8-де, таңғы 9-да тұрам. Отыңыз ба? Үйбай. Не таңғы, не? Көңіл күйіме байланысты бүгінгі күн жақсы өтуіне деп қояды ғой. Тұр, қыз. Апамды оятсам, қазір мына сылтау айтайын деп тұрсың ғой, қазір айтайын деп тұрған. Қазір енемді шақырам. Шақырсаң, шақыра беріңіз. Маған не қылдайсыз? Сен өзі қалада нешеде тұрасың сен өзі? Мен таңғы 8, таңғы 9 сондай уақыттарда тұрам. Ыңғайлы уақыт қой. Таңғы 6-да тұрып алып не істеймін мен? Қатырасыз. Мен барымнан үлгерем. Таңғы 8, таңғы 9-да тұрсам да барымнан үлгерем. Жарайды. Таңғы 8-де қайтып келіп, сол кезде ұйқыңды ашып, киініп, дайын отыр. Жарай ма? Жақсы, бар, мен сізді ұйықтасаңыз, ерте тұрып алғаныңыз не? Уже таңғы 8 қапты ғой. Жарайды, мен тұрайын енді. Осы маған рахат болды. Будильник ерте тұрып ала беретін болдым. Солай жақсы емес пе? Ерте тұрған әйелдің бірісі артық деуші еді ана. Мына шкафта құртылайын деген бе? Бесігі бірісі ашылып, бірісі жабылмайды. Не деген мына шкафта ауыстырайық деп айтайыншы мен.
Мұратқа. Жарайды, мен барып, абысынға барай, тағы айғайлып ұрсып жүрмесін маған. Тұрыпсың ғой? Иә? Итак, сіз айтпасаңыз да тұрдық қой мені. Сонша бақырып, енемді оятып жібере жаздыңыз ғой, әсіресе Мұратта. Настроением жоқ болатын болды сіздің кесіріңізден. Итак, дұрыс ұйықтай алмай жүр едім. Ұйқы режимін дұрыстайын деп едім. Бұрын ауылға келіп едім, сразу маған ұрыстыңыз ғой тегі. Таңғы алтыда тұр, бүйтесің, сөйтесің, мынау. Мен айтып қояйын, сиырың болмай. Ол шындық. Мен 5 ай бұрын келген кезде сіз маған әбден қиынатып бүкіл жұмыстарды сіз істеген едіңіз. Мен только өзім не істей алам, соның барлығын мен жасаймын. Ұқтыңыз ба? Ыдыс жуу керек болса, ыдысты жуам. Үй жинау керек болса, үйді жинаймын. Шай қайнату керек болса, шай қайнатамын. Тамақ жасау керек болса, тамақ жасаймын. Вот, сондай шаруаларды істеймін. Ал сіз только сиыр сауып сөйтсеңіз, оны болды. Мен сиыр сауа алмаймын. Ол правильный шындық. Себебі мен біздің қалада білесіз ғой, қалада андай сиыр, миыр, малдар, жануарлар жоқ. Жануарлар еліңізде, жануарлар саябағына барсақ қана көреміз. Ал бүйтіп андай сиыр, миыр деген жоқ бізде сиыр сауатындай. Сосын енді білесіз ғой мен. Только сондай үй жинау, тамақ пісіру, кір жуу, сондай тірліктерді айтсаң жасай берем. Бопты. Мен как раз не алып келдім, немене сиыр сауып келдім барып. Таңғы 6-да соян ғой тұратыным. Айтпесе, мен есенсіге таңғы 8-де тұратын едім. Бәсе. Сол кезде ойлап қалдым ше, мына кісі маған сиыр саудыртайын деп жатыр ма деп ше. Сені білем ғой мен, сиырдан қашатыныңды. Иә, біледі екенсіз ғой. Көпшілік баттық екеуміз. Тез тамағымызды жасақ, енеміз ұрсып жүрсе. Иә, дұрыс айтасыз. Келіңдер, қайырлы таң. Қалай ұйықтап тұрдыңдар? Таңғыстайын ба? Сәлемдердік апа, қалайсыз? Қалай ұйықтап тұрдыңыз? Жақсы ұйықтадым, шүкір. Таңғыз сән екен ғой. Сразу барып, беті оғамын жуып келейін. Айтпақшы, балам тұрған жоқ па ұйқысынан? Жоқ. Ол ерте тұрмайды, сағат 10-11-де тұрады. Бопты, сағат 10-11 тұрса, бопты, ұйқысы қалсын менің балам. Балам тиіспенмен жарай ма? Болды апа. Жақсы, сәлем бердік. Тез келе қалыңыз, сізге арнайлап тұрыппыз. Тәттілер пісірдік, тәттілермен шайсыншы деп. Жақсы болды ғой, өзің сендерге айтпақшы ертең бір нәрсе пісірінде штаңғышқа деп. Мен пісірдім болады да. Абысым сиыр сауып келді. Бүгін не істемекшім? Бүгін не істейміз? Бүгін кір жуыңдар, бүгін сенбі. Ол сенбіді кір жуып үй тазалаңдар. Нені бөліп алатын шығарсыңдар? Иә, бөліп аламын ғой. Мен кір жуайын. Мынау кіші абысын үй жинасын. Болды, семелар жасай берем. Жақсы, ал от чай ішейік. Алыңыз апа. Бірінші сіз ғой. Рахмет айналайын. Асы менің балам жартыңның қателестікті ғой. Шүкір Алла тағалаға. Рахмет, сіздің арқаңызда ғой барлығы. Апа, кіші келініңізді слишком мақтап жүрген жоқсыз ба? Бұл келінге мақтаған өзі жетпейді. Қайта шүкір де бұған. Қаланың қызы,
ауыл тіршілігін жасап, үйренгеніне тәуба дейсей. Соны да қиыншырап па. Шын ғой, осы кіші келінің арқасында қолым ұзарып, бүкіл тіршілікті мен жасамайтын болдым. Шүкір, соны да шүкір, қайнымның бағы бар. Апа. Ой, бір мен дәлі мақтап жібердіңіздер ғой, ұялып қалдым ше. Қазір сізге шай құйып берем. Үлкен намыс. Ой, рахмет, айналайын. Рахмет. Қандай дәмді мына шай. Мен де дәмді татып көріңізші. Бұл жолы бұл жолы кіші абысының жасаған сияқты ғой. Мә саған дәм татитын ағым. Сөз жоқ айтуға қандай керемет. Ой, рахмет. Ай, жарайсың, тез жинап тастадың ғой мұнаны. Енді мен үйінайын. Сіз кір жуыңыз. Кеттім дедіңізші. Сәттілік саған. Сізге де сәттілік. Мен кеттім енді. Бірінші мен үйдің шаңын сорып алайын. Бірінші залдан бастайын мен. Шторларды ашпаған ба? Апамдардың бөлмелерін сорайын енді. Болдым сорып енді. Қол жуып шығайын. Қолдары не деген кірлеп кеткен.